Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге овсяной ұннан жасалған бисквитный торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Бізге керекті тағамдар овсянка бізге бірінші керегі, сосын 5 жұмыртқа, қант алмастырғыш, фруктовый сахар менде, сосын аз ғана тұз саламыз. Ең алдымен жұмыртқаны сарысынан айырып аламыз. Енді жұмыртқамыздың сарысы мен ағын айырып алдық. Ағына мына қант алмастырғышты салып, менде фруктовый сахар деп айттым ғой жаңа, соны салып, блендердің жай несімен араластыра отырып, жайлап көтере отырып, аппақ көбікке айналғанша араластырамыз. Белогымыз дайын болды. Осындай болып шығады. Бұлай көтергенде түспеу керек. Енді бұны белогымызды бір шетіне қоямыз да овсяной ұн жасаймыз. Ұн жасаймыз. Оны біз блендермен үгітіп аламыз. Овсяной ұнымызды блендермен үгітіп аламыз. Ұнымыз уже дайын болды. Енді бұны електен бір өткізіп аламыз. Ұнымыз міне дайын болды. Шамамен 160-170 граммдай болды. Енді мына белогымызға желтогымызды араластыра отырып, үстіне құттай тұзымызды себелеп, жайлап араластыра отырып, үстінен ұнымызды себелейміз. Овсяной бисквитіміз дайын болды. Енді бұны біз мына менде кольцоға салып, қыздырылған пешке 160 градусқа пісіреміз. 20 минут, 25 минуттай. Менде кольцо 20 сантиметр. Бисквитімізді құйдық атысымызға. Енді бисквитіміз дайын болғанша біз оның кремін жасаймыз. Кремге менде сливки осындай солнышко дейін. Сливки 33%. Сосын маскарпоне и творожный сыр. Өзіңіздің қалауыңызша саласыз. Грамдап. Мен мынаған енді кремге менде 300 мл сливки, 4 үлкен қасық маскарпоне және 2 үлкен қасық творожный сыр. Енді осыларды салып, үстіне мына 30 грамм сахар заменитель бар, соны салып араластырамыз миксердің көмегімен. Миксермен жай жылдамдықпен бастап көтере отырып миксерлейміз. Крем дайын болғанша араластыра отырып дайындаймыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді бұны холодильникке салып қоямыз. Бисквитіміз піскенше. Бисквитіміз пісті, духовкадан алып алдық. Енді оны жайлап шетін пышақпен істеп отырып кольцомыздан түсіріп аламыз. Енді суығанын күтеміз. Суыған соң үшке бөліп арасына кремін жағамыз. Бисквитіміз осындай қоңыр болып шығады. Ол өйткені овсяной ұннан жасалғасын. Енді оны үшке бөлеміз. Отымызды жинаймыз. Кольцоға салып, кремімізді жағып жинаймыз. Жағадық.
болдық. Енді мына кальцомды жайлап аламыз. Айналасын крем болдық. Енді тортты өздеріңіздің қалауыңызша әсемдейсіздер. Мен менде үйде қатырған клубника және гранат, қарақат бар, сонымен әсемдеймін. Міне біздің тортымыз дайын. Енді бұны 2-3 сағатқа сосын кесіп көрсететін боламын. Міне біздің овсяной ұннан жасалған бисквитный папа тортымыз дайын болды. Бұл әсіресе диета ұстап жүрген қыздарға арналған керемет таптырмас торт. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетіп дәмін айтатын боламын.